Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Шымкентте Машатта демалып жүрсем, бір Виджай деген бауырыммен танысып қалдым. Есімі Виджай. Ассалаумағалейкум, Виджай. Алейкум ассалам. Виджай, бір сұрақ, сен ұлтың кім? Негізі түрікпін. Негізі түріксің? Иә, бірақ паспортта Совет өкіметінің кезінде біздің бәріміз Әзербайжан жазған. Енді Совет өкіметінің бізден не замандық көрген, енді солардың политикасы болған ғой. Яғни түріксің, бірақ төлік құжат бойынша Әзербайжан болып кеткен. Негізі сен түріктердің жалпы қазақ даласынан шыққанын білесің бе? Иә. Аталарымыз осыдан кеткен ғой. Енді Виджай, мен сізге бір сұрақ қояйын. Саған деп айта берейінші, бауырымсың ғой. Бір сұрақ қояйын. Қазақ тілді қайдан үйрендің? Қазақ тілді енді Қазақстанда тұрғаннан кейін, қазақша оқығаннан кейін, әкем Мешатта туылды. Қазақ мектебінде оқыдым. Қоңыраттардың ішінде өстім, Құдайға шүкір. Енді қазақ атам айтады ғой, өзге тілдің бәрін біл, қазақ тілін өз тіліңді құрметте дейді. Енді біз осы Қазақстанда туылғанмен өз тілімізді ұмытпадық. Бірақ Қазақстанда туылғаннан кейін Құдайға шүкір қазақ тілін 100 емес 1000 есе игереміз, Аллаға шүкір. Тамақ. Жалпы түрікше білерсің бе? Білерсің. Түрікше бір-екі сөйлесеңші? Ne diyorum ben? Burada bizim buranın dilinden Türkiye'nin dili aynı değil yani. Көрдіңіздер ме, құрметті қазақ елі? Қазақ атам айтқандай, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген қағиданы нық ұстап жүрген жігіттердің бірі. Жалпы, Виджай, мысалға бізде Қазақстанда мынандай адамдар бар да. Қазақстанда қанша жыл өмір сүрсе де, қанша ғасыр өмір сүрсе де, қазақ тілін білмейді. Соларға не айтасың? Мен оларды түсінбеймін негізі. Енді қараңыздар да, біз Қазақстанда тұрып өз тілімізді ұмытпағаннан кейін, Қазақстанның қазақтарының өзі қазақша білмеген ұят нәрсе. Қазақстанда орыс тілді білмеу ұят емес, қазақ тілді білмеу ұят нәрсе. Негізінде алған кезде. Өте дұрыс айтасың. Қазақстанда тұрғаннан кейін қазақшаны білу, әрбір ұлтта негізі қатысты нәрсе, қажетті нәрсе. Қазақта тұрғаннан кейін қазақ тілін білу, құрметтеу керек. Құдайға шүкір, енді Қазақстанда тұрғаннан кейін бәріміз қазақ деп есептелеміз. Дұрыс айтасың. Енді бір сұрақ саған, соңғы сұрағым. Жалпы сен жұмысыңда, өзіңнің кәсібіңде, басқа жалпы қазақтар болсын немесе басқа ұлт өкілдері болсын келіп саған орысша сөйлеген кездер болды ма? Болады, көп болады. Мен өзім Астанада жұмыс істеймін. Баллон сферасында, машинеде, баллон ауыстыруда. Қазақтардың өзіге мен түріне қарайды да орысша сөйлейді. Мен оларға сұрап қоямын, бауырым неге орысша сөйлеп тұрсыз десем, түріне қарайды да қазақша білмейді ғой деп сөйтіп ойлаймыз дейді. Негізі мен қазақтарға айтарым, қандай ұлт болмасын, бірінші қазақша сұрақ қою керек. Қазақша амандасу керек. Действительно, егерде қазақша білмесе, сол кезде мен түсінемін, мүмкін действительно қазақша білмейтін шығар, орысша сөйлеуге болады деп ойлаймын негізі. Бірақ негізінде қазақша сөйлеу керек. Мен өзім білмеймін да сондай. Өте дұрыс айтасың. Виджай бауырым, рахмет. Қазақ халқы саған риза. Бар бол, аман бол бауырым. Аман болайық.